Қайырлы күн достар, бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Бүгін біз алың сабағымызды жалғастырамыз. Алдында А деңгейлі есептер шығарсақ, бүгін Б деңгейлі есептерді есептейтін боламыз. Онда жетінші есеп y-тен ax квадрат қосылған bx қосылған с функциясының графигінде a1, a2 тағы дәл сондай a12-ге шейін нүктелері тікелей белгіленген. Бірінші ұштары осы нүктелерде болатын кесінділер санын, екінші төбелері осы нүктелерде болатын үшбұрыштар санын табыңдар дейді. Бізде барлығы 12 нүкте. Егер біз оның графигін сызатын болсақ, осы бұл функцияның графигі парабола болады. Сондықтан да біз бұны мысалы кесіндінің екі ұшы болғандықтан екі нүктелерді қосамыз, яғни. Сондықтан біз бұны теория формуласы арқылы шығарамыз. С12-де 2. Сол кезде 12 факториал бөлінген 2 факториал жақшаның ішінде 12 азайтылған 2 факториал болады. Сонда 12 факториал бөлінген 2 факториал көбейтілген 10 факториал, 10 факториал көбейтілген 11 көбейтілген 12 бөлінген 10 факториал көбейтілген 1 көбейтілген 2 тең 66 болады. Екіншісі дәл сондай үшбұрыштың үш ұшы болады. Яғни үш нүктені қосатын боламыз. Сонда дәл солай есептегенде біздің жауабымыз 220 болады екен. Келесі есебіміз абонент телефонның екі цифрын ұмытып қалған. Егер ұмытылған цифрлар әртүрлі екенін ескерсе, онда абонент ең көп дегенде қанша нөмір теруі керек? Екі цифрын ұмыт қалған, яғни біз бұл цифрлар кез келген цифрларды ала аламыз. Сонда бізде бұл мысалы 0-ді де ала аламыз. Сонда барлығы 10 цифр болады. Сондықтан біз бұл қайталанбайтын болу керек. Сондықтан біз бұл жерде орналастыру формуласын қолданамыз. Бұл А10-да 2 болады, сол кезде 10 факториал бөлінген 10 минус 2 факториал тең болады 10 факториал бөлінген 8 факториал. Оны есептеген кезде біздің жауабы 90-ды береді екен. Жауабы 90. Келесі есебіміз барлық цифрлары әртүрлі болатын қанша 4 таңбалы сан бар. 4 таңбалы сан, яғни біз 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 цифр, 10 цифр аламыз. Сандарынан соның 4 ұяшықты сызып аламыз. Сол кезде содан кейін әр ұяшыққа қанша цифрдан келетінін есептейміз. Мысалға біз бірінші ұяшыққа біз 0 санын ала алмаймыз, бірақ қалған барлық санды аламыз. Сол кезде біз бұл жерге 9 цифр келеді. Екінші ұяшыққа біз мысалға 1-ді қойып тастасақ, бірінші ұяшыққа 1 кетіп қалады да 0-ді қоя аламыз. Сол кезде тағы да 9 цифр. Екінші ұяшыққа біз 2 цифрымыз кетіп қалды, мысалға 0-ді қойып тастасақ, содан кейін қалған цифрлар қалады. 8 цифрымыз қалады. Жетінші ұяшыққа бізде 7 цифрымыз қалады. Сол кезде бұның барлығын көбейткенде бізде 4536 болады екен. Ал балалар, бүгінгі есептеріміз осылай шығарылады. Келесі кездескенше.